Орынбасардың өзінен сұрағанымыз дұрыс шығар. Сізге де біраз нәрселер айтылған шығар. Дыбыстық жазба ол жерде қазір тыңдап алайық, содан кейін сізді тыңдайық, иә? Қазір бұл эфирді бүкіл Қазақстан бойынша оның туысқандары, оның достары, оның жақындары барлығы көріп отыр. Олардың ойы неге ол жаққа барды деген сөз да ода. Біз оған хабарлассақ алмайды. Нұрғожаның орынбасардың шын есімі Нұрғожа Оралбай, Қызылорда қаласының тумасы. Заңды некеде әйелі бар. Еш жерде жұмыс жасамайды. Кімге үміткер болып барғанын біз көре алмай қалдық, бірақ сонда да біз жаңа туысқандарымыз суретке түсіріп алған екен. Сол себепті біз сіздерге осы бір ақпаратты айтқымыз келіп отыр. Орынбасар, енді естігендеріңіздей түсінікті болды деп ойлаймын. Нұрғожа дедіңіз, бірақ оны сіз келген кезде айтқан едіңіз. Негізі документ бойынша атым Нұрғожа, бірақ барлығы Орынбасар деп айтады деп. Бірақ заңды некеде жұбайы бар дейді. Тағы да бізде бір дыбыстық жазба бар, тыңдап алайықшы, содан кейін айтарсыз. Сайда ханым, әйеліне опасыз жасаған еркекпен сіз бақытты бола алмайсыз. Ол сізді бақытты қыла алмайды. Сіз өзіңізді сол кісінің әйелінің орнына қойсаңызшы, қалай болады? Әрине сізде кінә жоқ, кінә балада болып тұр. Сол себепті баладан бастатқаныңыз өзіңіздің дұрыс. Бұл Нұрғожа үшін үлкен сабақ болады. Тіпті Саидаға да жазып жіберген, ол кісінің жұбайы бар, ол өзіңізге абырой әкелмейді, не керегі бар дегендей. Тіпті енді Орынбасар, сіз тыңдап тұрмыз. Бұл қаншалық заңды некеде сіз дейді, әйеліңіз бар деп жатыр, ол кісі білмейді екен бұл туралы әйеліңіз. Ол жайлы Қызылорда қаласында тумасы, мен негізі Түркістан облысынанмын. Мына айтып отқан адамның шындық емес.